Неме балалар, бүгін біз электр құбылысы тарауының 9 және 10 нұсқасының 7 есептерін қарастыратын боламыз. Есептің шарты бойынша суретте көрсетілгендей массасы 0,2 грамм бірдей кішкентай шарлар жіпке ілінген. Олардың арасында арақашықтық 3 см. Шарлардың әрқайсысына бірдей 10 нанокулон заряд берілген болса, жіптің А, Б және С бөліктеріндегі керілу күші қандай? Зарядтар әраттас дейді. Есептің берілгенін жазып алдық және халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырдық. Енді есебіміздің шартын түсіну үшін біз суретті үлкенірек етіп салып алдық. Енді осы шарларға әсер ететін күштерді сипаттап жазайық. Төменге қарай тартатын, яғни С бөлігіндегі шарды төменге қарай тартатын ауырлық күші mg, ал оған қарама-қарсы мұнда шарлар әраттас болғандықтан, олардың тартылыс күші ол кулон күші болады. Кулон күші ауырлық күшіне қарама-қарсы болып тұр. Және Б бөлігіндегі және С бөлігіндегі шарлардың арасындағы жіптің керілу күші бар. Ол керілу күшіміз Q әрпімен белгілеген болатынбыз. Б, С бөлігінде. Келесі, оң зарядталған шарға төменге қарай тартатын оның ауырлық күші болады және оның кулон күші бар. Екі әраттас зарядтардың тартылыс күші. Сонымен қатар төменге қарай тартып тұрған жіптің керілу күші бар. Б, С. Ал осы оң зарядталған шарға кері әсер етіп тұрған А, Б бөлігіндегі жіптің керілу күші. Міне күштерді сипаттап жазып алдық. Енді біз формуласына келейік. Бірінші, С бөлігін қарастыратын болсақ, төменге қарай тартып жатқан mg, оған қарама-қарсы жіптің керілу күші және кулон күші болды. Осыдан жіптің керілу күшін тауып алсақ, С бөлігіндегі, онда mg минус кулон күшіне. Немесе мұнда формуланы ашып жазатын болсақ, С бөлігінде mg минус кулон күшіміз К Q1 көбейтілген Q2 бөлімінде R квадратқа тең. Енді оң зарядталған бөлшекке әсер етіп жатқан күштер, жоғары қарай тартып жатқан А, Б бөлігіндегі керілу күші, оған қарама-қарсы ауырлық күші, кулон күші және С бөлігіндегі жіптің керілу күші болды. Енді біз С бөлігіндегі керілу күшін тауып алдық, бізге мынау. Осыны мынаны орнына алып келіп жазатын болсақ, онда біздің формуламыз mg қосылған кулон күші, қосылған ауырлық күші, азайтылған кулон күші. Ұқсас шамалар қысқарып кетті. Онда біздің А, Б бөлігіндегі керілу күшіміз 2mg-ға тең болды. Енді шешуі. А, Б бөлігіндегі керілу күшін табатын болсақ, 2 көбейтілген массамыз 2 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі G 10-ға тең, 4 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі Ньютон, немесе 4 милли Ньютонға тең. Ал С бөлігіндегі керілу күшіміз массамыз 2 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі G 10-ға тең, азайтылған К пропорционалдық коэффициент 9 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі. Мұнда 2 заряд шамасы бірдей болғандықтан бірден квадраттап жаза аламыз. 10-ның квадраты 100, 10-ның минус 9 дәрежесінің квадраты минус 18. Бөлімінде арақашықтықтың квадраты 3-тің квадраты 9, минус 2-нің квадраты минус 4 болады. Ұқсас шамаларды қысқартып жіберейік. 9 бен 9 қысқарды. Мынау 9 дәреже, әрбір плюс 0, ол бізге плюс дәрежені білдіріп тұрады. 9, 10, 11 дәреже болды. 10-ның минус 4 дәрежесі алымына ауысады, 15 дәреже болды. Сонда 2 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі азайтылған, мұнда 10-ның минус 3 дәрежесі қалды. Азайтатын болсақ, 1 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі Ньютон. Немесе 1 милли Ньютон деп жаза аламыз. Жауабы А, Б бөлігіндегі керілу күшіміз 4 милли Ньютон, С бөлігіндегі керілу күшіміз 1 милли Ньютонға тең екен. Келесі 10-шы нұсқаның 7-ші есебі. Есептің шарты бойынша кернеуі 35 киловольт жазық ауа конденсаторының арасындағы массасы 10-ның минус 8 грамм тозаң тепе-теңдікте тұр. Пластиналардың арақашықтығы 6 см. Тозаңның заряды неге тең? Есептің берілген шартын жазып алдық, халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырдық. Келесі формуласы.
кернеу мен кернеулік арасындағы байланыс формуласы кернеу тең кернеулік көбейтілген ара қашықтық еді. Ал кернеуліктің өзі ол күш бөлінген зарядқа тең. Мынау кернеуліктің формуласын мұндағы кернеуліктің орнына апарып жазатын болсақ, онда біздің формуламыз кернеу тең күш көбейтілген ара қашықтық бөлінген заряд. Күштің өзі mg'ді білдіреді, mg көбейтілген d бөлінген заряд. Осы жерден біз зарядты түрлендіріп алуымыз керек. Бөліміндегі шама болғандықтан екеуінің орны ауыса салады. Сонда бөлімінде кернеу, алымында mg көбейтілген ара қашықтық. Міне формуласын түрлендіріп алдық, енді шешуі. Заряд тең болады. Массамыз 10-ның минус 11 дәрежесі. G 10-ға тең. Ара қашықтығымыз 6 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. Бөлімінде кернеу 35 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Дәреженің сан алымына тек қана қарама-қарсы таңбамен ауысып отырады дедік. Минус 3 дәреже алымына плюс 3 дәреже алымына минус 3 дәреже болып кетеді. Сонда мұнда минус 5 дәреже, мұнамен минус 16 дәреже болды. Енді 60-ты 35-ке бөлеміз. 1,7. Жоқталғанда 1,7 көбейтілген 10-ның минус 16 дәрежесі кулонға тең. Жауабы зарядымыз 1,7 көбейтілген 10-ның минус 16 дәрежесі кулонға тең екен. Осы сияқты есептер қызықтырса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар.